Тахир бала жайлы ештеңе білмегендей, тіс жарып үндемей тұра береді. Кейін тіпті өзін ақымақ сияқты ұстап, Доғанның оны алып кетуіне мүмкіндік береді. Осы уақытта Сифа мен Алтынның Шим-Шиктің бауырлары екені белгілі болады. Мелек үйге келген соң, Шим-Шик біздің үйге камералар орнатқанын айтып, бәрін тексертуге кіріседі. Ал Генджо болса Бихрамды іздеп жүреді. Ол Доғанға хабарласып, Бихрам болуы мүмкін деген мекен-жайды айтады. Мелек ақыры шыдамай, Синанға Махинур екеуінің баласы бар екенін айтып қояды. Мұны естіген Синан Тахирге ашуланып, өмірімді құрттың деп кінәлайды. Ал Алтын Бихрамға бүкіл отбасының бала жайлы біліп қойғанын жеткізеді. Бірақ соған қарамастан, Синан мен не болса да ажыраспайтынын айтады. Ал Доған Бихрамды күтіп, оны тұзаққа түсірудің жоспарын құрады. Бірақ Синан керісінше Махинурға келіп, одан бала жайлы сұрайды. Тіпті Алтынмен ажырасамын деп отырғанын да айтады. Осы уақытта Доған Шим-Шикке қарсы жоспар ұйымдастырып жатады. Бұл іске Сифаны да жұмсап көмектесуін сұрайды. Бірақ Сифа Доған ұста деген адамды ұстай алмай қалады. Ал Чагла болса баланы іздестірумен әлек. Гүлшен Синанға Мелекке бала жайлы айтып қойғанын жеткізеді. Ал Тахирдің жағдайы қайтадан нашарлап, ол тағы да есінен адаса бастайды. Өзімен өзі балаша сөйлесіп, айналасында не болып жатқанын түсінбей жүргендей болады. Чагла Доғанды шақырып, Махинур босанған кездегі дәрігерді тауып беруін сұрайды. Ал Доған болса, оған бір шарт қояды: Бихрамды алдап, тұзаққа түсіріп бер. Ал дәл сол уақытта Махинур мен Синан өздерінше қайтадан махаббатқа беріліп жүрген еді. Бірақ кенеттен пайда болған Алтын мен Наз бәрін бұзып жібереді. Алтын Махинурға күйеуімді де тартып алма деп шу шығарады. Бихрамға Чагла қоңырау шалып, оны кешіргенін айтқанда, Бихрам қатты қуанып, Чагла кездесуге шақырған жерге барады. Ал Бихрам болса, Чагла оны кешірді деп қуанып келген еді. Бірақ Чагла оны Доғанға ұстап береді. Доған Бихрамды аяусыз ұрып соғып, Шим-Шик туралы сұрайды. Сонда Бихрамның өзі де Шим-Шиктің шын бейнесін ешқашан көрмегені анықталады. Доған Тахирдің осындай халін көріп, қатты көңілі түседі. Өйткені Тахирдің балаша болып кеткен жағдайын көрген сайын, оның әкесіне деген бұрынғы махаббаты қайта оянып жатқандай болады. Ақыры Чагла мен басқалары дәрігермен кездесуге келеді. Дәрігер қыз баланың дүниеге келгенін және оның құлағында ауру болғанын айтады. Осы уақытта Генджо ішіп алып, мас күйінде Мелекке барады. Бірақ олардың екеуін Илмаз көріп қояды. Сөйтіп, Генджо мен Илмаздың арасында төбелес басталып кетеді. Чагла дәрігердің айтқандарын Доғанға жеткізеді. Міне ақыры Доған үшін маңызды сәт келеді. Ол Мелектің құлағындағы ауруды есіне түсіреді. Мелек 25 жаста болса, онда оның Махинурдың қызы болуы әбден мүмкін еді. Доған бұл күдігін Тахирге айтып, Саудат та сол жерге келеді. Кейін Доған Чагладан Бихрамның телефонын ашу үшін қойылған парольді білесің бе деп сұрайды. Сөйтсе, Бихрам пароль ретінде Махинур екеуіне бірге алған үйдің атауын қойып қойған екен. Дәл сол кезде Чаглаға дәрігер қоңырау шалып, тағы да ақпарат айтатынын, бірақ бұл жолы Чагланың жалғыз өзі келуін сұрайды. Алайда дәрігердің жанында Шим-Шиктің адамы тұрған еді.
Ал Бихрамға тағы да Шим-Шиктің адамы көмектесіп, оның қашып кетуіне мүмкіндік береді. Доған Чаглаға жалғыз бармауын ескертеді. Бірақ Чагла қасарысып, бәрібір жалғыз өзі кетеді. Оның алдында қандай бәле күтіп тұрғанын бір Алла ғана білетін. Чагла дәрігерге жетіп келгенде, оны есінен тандырып жібереді. Артынан Доған да келеді. Бірақ ол да қақпанға түсіп, екеуі мұздатқыштың ішінде қамалып қалады. Дегенмен Доған бұл жағдайдың бәрін алдын ала ойлаған екен. Ол Сейфаның Шим-Шиктің бауыры екенін біліп, дәл қазір оған көмектесіп жүрген жоқ па деген күдігін тексермек болған. Және оның күдігі рас болып шығады. Сейфа Шим-Шикке көмектесіп жүрген екен. Доған ақыры құтқарылады. Ал Ханжи ұлыларының жеке жайына шабуыл жасалады. Сейфа алтынға назды алып, жоғарыда отырғанын және ағасының солай айтқанын жеткізеді. Илмаз болса Меликті бұл жерден алып кетеді. Ал Фикрет жараланады. Доған жеке жайға келген кезде ол жерде Тахирдің аты жазылған тас секілді бір нәрсені көреді. Осыны көрген Доғанның жүрегі су ете түседі. Ол бірден Тахирге қоңырау шалады. Бірақ Тахирдің жалғыз өзі көшеге шығып кеткені белгілі болады. Тахирдің жанына Атахан келіп жайғасады. Сол сәтте Шим-Шик деп жүрген адамның шын мәнінде Атахан екені белгілі болады. Атахан Тахирге тапанша бағыттайды. Доған келген кезде жерде жатқан Тахирді көреді. Жанына жүгіріп барып, оны көтермек болады. Бірақ Тахир соңғы сөзін айтып, Доғаннан разы болуын сұрайды. Солай Тахир жан тапсырады. Иә, сериалдың басты жауыздарының бірі болған Тахир осылайша өмірден өтеді. Ал сіздер Тахирдің өліміне жандарыңыз ашыды ма?